Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Әсем. Бүгін мен сіздерге сәбіз қосылған дәмді кекс дайындаймын. Кексімізге керекті заттар: сәбіз, қамыр қопсытқыш, ұн, сүт, жұмыртқа, қант және күнбағыс май қажет. Ыдысқа жұмыртқамызды жарып салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Одан кейін шетінен қантымыз себе отыра, ағарып, екі есе ұлғайып көпіргенше жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне сүт құйып араластырамыз. Күнбағыс майын құйып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін 2-3-ге бөліп, ұнымызды саламыз. Ұндарыңызды 2-ге бөліп салсаңыздар, араластыру оңай болады. Және қамыр қопсытқышымызды салып, барлық түйіршектердің болмайтындай жақсылап араластырып аламыз. Мен алдын ала сәбізімді үккіштен өткізіп қойдым. Сіздер үккіштен немесе блендерден өткізсеңіздер болады. Дәл солай сәбізімізді де 2-ге бөліп салып, жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Формамызға құйып 30-35 минут пісіреміз. Қамырдың піскенін сіздер таяқшамен тексерсеңіздер болады. Кексіміз пісті, дайын болды. Суғаннан кейін формасынан шештік және әдемілік үшін үстіне қант ұнтағын септім. Осы кексқа қаймақты немесе қойытылған тәтті сүтпен берсеңіздер болады. Ортасын кесіп көрсетейін. Есі керемет, жұп-жұмсақ, өте нәзік. Әсіресе сәбіз жемейтін балаларға осындай кекс дайындап берсеңіздер болады. Өте дәмді. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.